Қайырлы күн, Билікөл ауылының тұрғындары. Бүгін қоғамдық тыңдаумыздың регламенті бойынша біз қоғамдық тыңдаумыздың төрағасын сайлауымыз қажет. Бүгін қоғамдық тыңдаумыздың төрағасы ретінде Билікөл ауылдық округінің әкімдігінің бас маманы Әшірхан Жақсыбек Жамбылұлын сайлауды ұсынамын. Қарсы емессіздер ме? Қол көтеріп дауыс берсеңіздер. Қарсы емессіздер ғой? Bir ауыздан келісілді. Сөз сізде. Қайырлы күн. Бүгін қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Жуалы Билікөл ауылдық округі әкімі аппаратының 26-35 жылдарға арналған Билікөл ауылдық округі тұрмыстық қатты қалдық полигоны үшін қоршаған ортаға әсер етудің нормативтік құжаттарына рұқсат алу. Бастамашы Жамбыл облысы Жуалы Билікөл ауылдық округі әкімі аппараты, жобалаушы ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ашық жиналыс арқылы қоғамдастық тыңдау өткізу үшін, жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау. Қоғамдық тыңдауды өткізу ережесін бекіту қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызын сайлауды ұсынамын. Мен ол. Қарсы емессіздер ме? Дауыс беріңіздер. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдау өткізу регламенті, баяндаушылардың баяндамалар 5 минут. Сөз кезегі сізге беріледі. Мен өзім таныстырып өтейін. Мен есімім Жанерке Бақытқызы. ЭКО-КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалаушы маманы болам. Бүгін қоғамдық тыңдаумыздың тақырыбы өздеріңіз естігендей Билікөл ауылдық округінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына 2026-2035 жылдар аралығына арналған қоршаған әсер етудің нормативтік құжаттарына рұқсат алу тақырыбында болмақ. Бүгін қоғамдық тыңдауымыз Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына, 70 бабының 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Сол қағидаларға сәйкес орындалып отыр. Полигон Жуалы ауданы Билікөл ауылдық округіне қарасты Қарабастау ауылынан солтүстік шығысқа қарай 580 метрде орналасқан. Жалпы полигонда қоқыстарды қабылдау, оқшаулау, нығыздау және оларды үйінді күйінде сақтау жұмыстары жүргізіледі. Сол жұмыстар жүргізілген кезде бізде қоршаған ортаға ластаушы заттар бөлінеді. Жоба бойынша біз жылына барлығы 1497 килограмм мөлшерінде 11 атаудан тұратын 11 ластаушы зат бөлінеді деп есептелініп отыр. Қазіргі таңда Билікөл ауылдық округінің тұрғындар саны 1547 адамды құрап отыр. Осы мәліметті біз ескере отырып, тұрмыстық қатты қалдықтардың пайда болуын 10 жылға есеп жүргіздік. Жоба бойынша 2026 жылы Билікөл ауылдық округінің тұрғындарынан 170 тонна қатты қалдық қалыптасса, ал 2035 жылы 195 тонна көлемінде қатты қалдықтар қалыптасады деп есептелініп отыр. Осы қалыптасқан қалдықтардың барлығы бізде полигонға орналастырылады. Полигонға орналастырмас бұрын бізде қалыптасқан қатты қалдықтар сұрыптаудан өту қажет. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 350 бабының 5 тармағына сәйкес тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптаусыз көмуге тыйым салынған. Яғни ол бізде қайталама шикізат ретінде пайдаланылатын қалдықтарымыз бар. Атап айтқанда, бізде қағаз, картон, әйнек, газет, сынған шыны ыдыстар, ескі жиһаздар, қолданыстан шыққан ағаштан жасалған бұйымдар, бос консерві банкілері, полиэтиленді пакеттер, қапшықтар, пластмассадан жасалған бұйымдар, пластикалық бөтелкелер, осы аталған қалдықтардың барлығы бізде қайталама шикізат ретінде пайдаланатын болғандықтан полигонға тастауға тыйым салынған. Және де бізде тыйым салынған тағы да бір қалдықтарымыз бар. Ол бізде құрылыс қалдықтары мен малдың өлексесі, сойылған малдың қалдықтары, және де малдың қиы, тезегі, осы қалдықтарды тұрмыстық қалдықтар полигонына тастауға көмуге тыйым салынған. Сонымен қатар бізде құрамында уытты заттары бар қалдықтарымыз бар. Олар бізде күнделікті қолданылып жүрген люм лампалар, батареялар, және де қолданыстан шыққан аккумуляторлар, қолданыстан шыққан мәшиненің майы, осы аталған қалдықтардың барлығы ішінде уытты заттары бар қалдықтар.
қабылдайтын бізде арнайы мекемелер бар, сол мекемелерге өткізіледі. Ал қалған қалдықтардың сұрыптауға келмейтін қалдықтар полигонға орналастырылады. Бізде полигон барлық нормаларға сай сырты қоршалған тұрғын үйлерден және тамақ өндіріс кәсіп орындарынан 1000 метр қашықта орналасу қажет. Осымен менің баяндамам аяқталды. Полигонның тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны бойынша сұрақтарыңыз болса қоя өтіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ па сұрақтарыңыз? Онда сөз кезегі сізге. Жиналыста. Келіспеушілік жоқ. Жоба экологиялық нормаға сай және ауаның ластауына қауіп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың келісімімен, шешімімен қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды. Барлық қатысушыларға өз пікірлерін үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар мен сұрақтар хаттамалы ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Басқа жиналысқа қатысқандарыңызға рахмет. Жиналыс осымен аяқталды.